Шағын түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың. Ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтырып өркеңді азаматтарың. Күте тұрыңыз, сізге. Қазір. Скотч тап қойып па? Қазір скотч тап берем, жасыл топқа отыра беріңіз. Бастауыш сыныпқа қош келдіңіздер. Біздің негізгі жылдық айлық жоспарымызға сай, бүгін бізде семинар. Ата-аналар, ұстаздар бірігіп өткіземіз. Өте қызықты семинар болады. Қазір семинарға жауапты ұйымдастырушы біздің екі ұстазымыз Айнұр Мажитовна мен Бейсенбі Тілектесқызы сіздерге семинардың қысқаша мақсаты мен міндетін таныстырады да жұмысқа кірісеміз. Барлықтарыңыздың келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Іске сәт. Бүгін ұстаздар мен ата-аналар арасында байланысты нығайта отырып, бастауыш сынып оқушыларының математикалық білімді күнделікті өмірде қолдану жолдарын бірлесе құрастыру, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу. Бүгінгі біздің семинарымыздың мақсаттары. Ал міндет не келетін болса, ата-аналарды мектептік оқу бағдарламасы талабына сай бастауыш сынып оқушыларының білдік дағдысын хабардар ету. Әр оқушының математикалық білімді қолдану жолдарын ата-аналармен бірлесе отырып талдау. Мектеп пен ата-аналар арасындағы байланысты нығайту. Уважаемые родители и учителя, добро пожаловать на внутришкольный семинар на тему особенности применения математических знаний в повседневной жизни и воспитания конкурентоспособных личностей. Так, цель нашего семинара – укрепить взаимодействие учителей и родителей, совместно рассмотреть пути применения математических знаний учащимися начальных классов и повседневной жизни, прославлять наши национальные ценности. Стакандар бар, одноразовый. Және де резинкаға байланған жиптер бар. Бұл ойын топтық, қазір ары қарай топпен жұмыс жасаймыз. Соған арналған барлықтарымызды бірлікке, ынтымақтыққа, бірге жұмыс жасауға бағытталған ойын болып келеді. Қолдарыңызға алыңыз. Пирамида құрастыру керек, мұнара құрастыру.
жатырмыз деп есептесек, егер ата-ана ретінде, мұғалім ретінде біз балаға алыс тұрсақ, жақын сыйласпасақ, ашылмаса бала қысылып өседі. Қиындықтар туады, мектепте қиындықтар туады, үйде қиындықтар туады. Егер біз балаға жақын болсақ, баланы түсіне білсек, баланы жерімен еркелете білсек, жаңағы жақсы қасиеттерін біліп, ынталандырып, бағаласақ, онда біздің баламыз еркін өмір сүреді. Свободныға, сабақта да өздерін көрсете алады, үйде де жақсы өзін сезінеді, свободный өмір сүреді. Сол сияқты әрқашан балаларымызға жақын болайық, балаларымызды түсіне білейік, әрқашан баламызды ынталандырайық. Егер болашағы жарқын болсын десек, онда әрқашан баламызға жақын болайық. Сол мақсатта бұл фильм көрсетіп жатыр. Егер орындай алсаңыз, тапсырманы арқаны бері қарай біріне тартасыздар. Ал орындай алмасаңыз, келесі топ арқай жалғастырады, сіздер жылжытпайсыздар арқаны. Кім бірінші мәлімет? Кто первый? Тапсырманы түгел орындап болады? Да. Қоңырауды басады. Так. Условия игры таковы. Вы кидаете кубик. Какое число вам попадается? Здесь по числам есть задание. Выбирайте тот же число, например, попалось 11. Вы берете круг с цифрой 11, там есть задание, решаете, есть и кто первый решит, тот тянет к себе аркан. Вторая команда, которая уже не решила, не отстает, потому что в конце, в финале, на чьей стороне больше будет вытянута, та команда выигрывает. Não,
Екінші орынға ие болған екінші топ жеңіс күндерге. Үшінші орынға ие болған бірінші топ елу мың теңге. Құттықтаймыз. Және төртінші орынға ие болған үшінші топ сіздерге 30 мың теңге. Логикалық сұрақтар болады бұл жерде. Яшықтарды таңдаған кезінде тақырыбына қарай таңдайды. Үшінші ма? 206 және 70 сомасы 320-ға тең. Енді соңғы бір бірден таңдаймыз. Бірінші топ 210 сантиметр. Екінші топ 100? Қосылды компоненттерін грамм, килограмм, центнер, геометриялық пішіндер бар. Содан сіздер бәнәсе құрастырып шығару керексіз. Үй ма, көлік па, өздеріңіз. Так. Екінші топ сіздер қазақтың ұлттық тағамын жасайсыздар. Бұрын келіп сатып аласыздар. 7 құрамын продукты будете покупать, будете делать джем. У вас там перчатки. Сдача на Каспий. А что Потому что у нас 3 банки, чтобы вышло. Иначе не будет. И посередине нужно. 2000, а тут надо больше количество считать сейчас. Себестоимость. А посчитаем, сколько было. Холодка. Oh,